Біз денсаулықты нығайту үшін түрлі витаминдерге қыруар ақша жұмсап, жалпы иммунитетті жақсартудың жолын іздейміз. Бірақ неліктен адамдар көбінесе табиғат ананың осы мақсаттарға арналған сыйын өз бергенін байқамайды? Бал әр түрлі аурулардың алдын алу және оларды емдеуге қызмет ететін ара шаруашылығының керемет өнімі. Сонымен қатар бұл тәттіні қант диабетіне шалдыққан адамдарға да қолдануға болады, бірақ балдың табиғи екеніне сенімді болған жөн. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, каналға жазылып, лайк басып, белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне байланысты өзгереді. Балдың сапасы негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдығы және қоректік пен жапсақ қасиеттері арқылы ажыратылады. Өте құнарлы тойымды болғанына қарамастан, құрамында ауыр қорытылатын элементтер кездеспейді. Бал құрамы қанға, одан жасушалар мен тіндерге тез сіңіп кететін көмірсулар мен белоктар, протеиндер, минералды тұздар, пайдалы микроэлементтер мен ферменттерге өте бай. Құрамында фруктоза, глюкоза және құрғақ қант, бұлардың барлығы да адам ағзасына аса қажетті. Балдың ағзаға қандай пайдасы бар? Таза тері. Бал өте күшті антиоксидант. Ол терідегі тесіктердің бітелуіне және безеу мен терінің ерте қартаюға алып келетін ағзадағы уытты заттарды шығарады. Балды жеуден бөлек онымен маскалар жасауға болады. Сонда бет барқыт тәрізді жұмсақ және тегіс болады. Арықтау. Артық салмақтың арылу керек болса, тәтті жеуге болмайтынын өздеріңізді білесіздер. Бірақ ол тәтті бал емес. Балды жеуге рұқсат етіліп қана қоймай, сонымен қатар оны арықтағысы келетіндерге ұсынады. Ол метаболизмді жақсартатындықтан артық алмақ тез кетеді. Холестерин деңгейін қалыпқа келтіру. Бір қызығы, балдың құрамында холестерин жоқ. Бірақ оның құрамында холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетін микроэлементтері бар. Жоғарыда айтылғандай, балды күнделікті тұтыну ағзадағы антиоксидант қосылыстарының деңгейін оң әсер етеді, ал ол өз кезегінде жоғары холестерин деңгейімен күреседі. Сау тамырлар. Балды күнделікті қолдану жасы келген адамдардың барлығында пайда болатын жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Медициналық зерттеулер көрсеткендей, балдың құрамына кіретін антиоксиданттар артериялардың тарылуының және қан ұюының алдын алады. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Күнделікті бал тұтынатын адамдардың есте сақтау қабілеті әлдеқайда жақсы дамыған. Ол ғылыммен дәлелденген. Сондай-ақ олардың қартайғанда ұмытшақтыққа шалдығу ықтималдылығы нөлге тең. Сонымен қатар балдағы кальций миға жақсы сіңеді және бұл оның жұмысына жағымды әсер етеді. Дұрыс ұйқы. Қатты ұйқы психоэмоционалдық денсаулық пен сұлулықтың кепілі болып табылады. Ал бал тез ұйықтауға ықпал ететін гормон серотониннің өндіруіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан ұйқы алдында бір қасық бал жеп жататын болсаңыз, жақсы ұйықтайтын боласыз. Ас қорыту трактісінің қалыпқа келтіру. Ас қорытуды жақсарту үшін аш қарынға бір қасық бал жеу ұсынылады. Осындай қарапайым рәсім асқазан ішек жолдары ауруларының пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар бұл асқазан жолында бактерияларды жояды. Асқазанның шырышты қабығындағы жараларды емдейді. Антидепрессант. Балдың құрамындағы глюкоза нейрондар үшін өте қажет. Ол қанға тез сіңіп, босаңсуға, сіңірдің тартылуын төмендетуге және психологиялық бұзылуларды емдеуге ықпал етеді. Балдың пайдалы екенін бәріміз білеміз. Тіпті оның емдік қасиетін медицинада мамандар тілге тиек етеді. Арамызда айналасында балдың пайдасын дәріптеп жүргендер де бар. Алайда сан түрлі дертке шипа болатын балды өзіміз қолдана бермейміз. Негізінде балдың өзі емес, бал қосылған судың да пайдасы оразан зор. Егер аш қарынға бал қосылған су ішсеңіз, ағзадағы клетка мен ұлпаны микроэлементпен қамтамасыз етесіз. Суыққа қарсы күресуге күш береді, ағзаны қуаттандырады, артық майдан арылтады және жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Холестерин деңгейін реттеп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады және шлактан тазалайды. Сонымен қатар адамның терісінің, шаштың, тырнақтың саулығына жауап береді. Егер сізде мына аурулар мазалап жүрсе, бал қосылған су ем болады. Ол ұйқысыздық, тыныс алу қиындаса, тері аурулары, ас қорыту жолымен ауыз қуыс аурулары, зат алмасу нашарласа, қан қысымы құбылса, бауыр ауырса, жүйке шаршаса, күнде таңертең аш қарынға бал қосылған суды ішіңіз.
Бұл әдісті медицина мамандары да құптайды. Әсіресе таңғы астан кейінгі қалдыратындарға немесе таңғы асқа уақыт таппайтындарға міндетті түрде бал қосылған су ішуге кеңес береді. Егер сіз бал қосылған су ішуді әдетке айналдырсаңыз, онда саулығыңызды сақтайсыз, күні бойы көңіліңіз көтеріңкі болады, әрі ағзаны қуаттандырып өзіңізге сергектік сыйлайсыз. Ем кезінде мынаны ескеріңіз, яғни балды көп мөлшерде қабылдауға болмайды. Айталық, ересек адамдарға күніне 100-130 грамм бал жеткілікті. Осы мөлшерді бөліп қабылдасаңыз тіпті керемет. Сонымен қатар бал қосылған су ішуді 2 аптадан асырмаңыз. Емделу мерзімі 2 апта, және де 10-15 күн үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. Бал қосылған су ішкен соң шамамен 25-30 минуттан соң таңғы асқа отырыңыз. Таңғы ас ішу міндетті. Тамаққа тойып болған соң бұл суды ішуге болмайды. Демек, таңғы, түскі және кешкі астан соң бал қосылған су ішуге кеңес бермейміз. Бал қай кезде қауіпті? Бал қосылған судың барлық уақытта пайдалы емес. Емдік қасиеттермен бағалы саналған балды тым ыстық, яғни 40-50 градуста қайнаған суға араластыруға болмайды. Бұл кезде адам ағзасына өте улы зат бөлінеді. Ағзаны аурудан айықтырудың орнына улай бастайсыз. Салдарынан сан түрлі аурудың қозуына себепші боласыз. Егер бал қосылған судың емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, оған лимон, емдік шөптер, жидектер, сүт араластырып, сонда да ағзаны бір уақытта бірден емдейсіз, дәруменмен қамтамасыз етесіз, шлактан тазалайсыз, әрі жасарасыз. Ендеше күнде таңертең аш қарынға бал қосылған су ішуді әдетке айналдырыңыз.